Ассалаумағалейкум, братан. Қайсыздар, аман? Уағалейкум ассалам. Как раз саған бараз едік өзіміз. Ренжімеңіздерші, братан. Ақша қайда? Ақша болғанда, братан, бір жағдайлар болып қалған еді, братан. Жағдайыңды айтпашы. Бәрімізде жағдай бар. Салам алейкум, ребята. Оху, мынауың кім? Өзімнен сұрай берсе, бауырым, айтамын ол кім екенін. Иә, саған не керек? Сендерге керек сияқты ғой, маған емес. В общем, мынау мен інім, братишкам. Братишкам енді дұрыс емес шейлерді басып қойыпты. Біраз адамнан қарыз алыпты. Солардың ішінде сендер де бар екенсіңдер. Міне, қарыздарың. Базар жоқ. Базар жоқ болғанда жігіттер, мен інім әлі 18-ге толмаған, кәмелеттік жасқа жетпеген әлі жасы. Сендер қалай кәмелеттік жасқа толмаған балаға миллион беріп жүрсіңдер? Сот бойынша сендер не прапсыңдар? Мен өзім сотта істейтін жігітпін. Мына жерде еркекше әңгіме болған екен, еркекше келіп тұрмын қазір. Қалған қайда ақшаң? В смысле қалғаны? 900 теңгесі кем ғой? Қандай 900? Аға, сізге айтуға қорқып тұрсыз же. Сіз жаман ұрасыз ғой. Миллион теңге деп. Аға, ашуланмашы, аға. Сізге сәл қорқып айтуға. Ашуланмашы. Бекер ажыраттыңдар ғой ше. Ұрып өлтіре салуым керек еді. Қара бет қып бітті мені ше. Ана бір ставка ма, лото ма бір нәрсеге кіріп кеткен айуан. Жұрттың бәрінен қарыз алып, айтқан сөздің бәрі өтірік, алаяқ болып кеткен ғой таза. Болды, братан, ашуың бас. Әрең басып тұрмын ше, ашуымды. Інің де өзі алма жалынып келді, братан, ойбай ақша керек деп. Сол үшін бердім. Не істейміз енді, братан? Не істегенде бүйтейік, бауырым ше. Сен ана 100.000-ді қайтарып бере сал бізге. Ол ақыры келіскен екен, еркекше уәде берген екен, ол еркекше біту керек та. Мен де анау сот бойынша емес, кәдімгі еркекше келіп тұрмын да бұл жерге. Сол енді мен саған аялдамай-ақ қояйын, ертең берем, арғы күні берем деп. Онсыз да 3 кредит алдым ана бәлеге. Енді бір где-то 20 күннен кейін ақша түседі, сол кезде торлап берейін миллионды. 100.000-да бөлшектеп қайтем оны. Болды, братан.